шелпек туралы осы жақында ғана бір зерттеу жүргізгем. Біріншіден, түркі тілдес мұсылман халықтарының өкілдерінен, ұстаздардан, ғылым адамдарынан сұрадым. Біріншіден, Өзбекстан Ислам академиясындағы ұстаздан сұрадым. Сізде жеті шелпек деген салт дәстүр бар ма, жоқ па? Ол кісі айтады, біздің ауылдарда ихсан нан деген салт дәстүр болған, қазір кішкене ұмытылып бара жатыр, бірақ ауылдарда бар деп мойындады. Қырғызстанның бір профессорынан сұрадым, МГУ-да істейтін. Ол кісі ол салт дәстүр бізде бар деді. Ноғай бауырларымыздың бір бағанағыдай МГИМО-да істейтін ұстазынан сұрадым. Сізде бар ма? Бар дейді. Юма чай деп айтылады. Юма шай. Олар жұманы юма дейді, юма шай деп атылады. Ол шелпек емес, бауырсақ пісіреді екен. Соның ішіне жетеуін талдып, Құран оқып бағыштайды екен. Бұл бір, бізде бар, өзбек бауырларымызда, қырғыздарда, ноғайларда, басқа да бағана түркі тілдес қауымдардың бәрін зерттеу керек, бірақ Орта Азиядағыларда бар. Енді одан кейін екінші сатыға көштім. Енді бізде жеті шелпек бұл тәңіршілік немесе шаманизмнің салт дәстүрі деп айтылып келе жатыр ғой. Май шығару, тағы да иіс шығару деген. Сосын Сибириядағы бір Алтай, Хакас, Красноярский край, Кемерово деген сояқта әртүрлі біздің түркі тілдес, бірақ мұсылман емес қауымдар бар. Солардан сұраттым. Тіпті шамандарынан сұраттым. Бар ма сіздерде осындай салт дәстүр? Жоқ, бізде ондай салт дәстүр жоқ деп шықты. Бір подтверждение. Енді этнографтар, бағанағы антропологтар менен артық білетін шығар, бірақ мен өзім жеке осылай шағын сұрастырдым, соның өзіне осындай ақпарат түсті. Егер енді мүмкіншілік болып тұрғанда зерттеу жүргізем дегендер болса, дайын тақырып. Жеті шелпектің мұсылман қауымдарда орны және түркі мұсылман емес қауымдарда жоқтығы. Бұл не білдіреді? Енді ол халықтар Хакас болсын, Тыва болсын, Алтай, Шор, Саха бағанағы ұлттары, олар ежелден бері дінін ауыстырмаған. Олар сол шаманизммен әлі келе жатыр. Сол тәңіршілікпен әлі келе жатыр. Оларда ол салт дәстүр жоқ. Демек, бұл салт дәстүр шаманизммен немесе тәңіршілікпен қатынасы аз, керісінше исламмен қатынасы бар. Көрдіңіз ба? Сол үшін ол салт дәстүрді біз мойындаймыз. Ол садақа болып есептеледі. Ол бағанағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, құрманың жартысымен болса да тозақтан өздеріңізді құтқарыңыздар деген ғой.